Сәлем достар, бүгін біз айнымалылар және жадыларға сілтеме деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Біз өткен сабақтарда Python программалау тілінде айнымалыны қалай анықтау керек екендігін қысқаша сипаттаған болатынбыз. Енді осы сабақтарда айнымалымен жұмыс жасауды тереңірек қарастыратын боламыз. Алдымен айнымалыны құруға бірнеше мысалдар қарастырып көрейік. Мысалы, біз A деген айнымалыны құруымыз келіп тұр. Және оған 12 деген мәнді бергіміз келіп тұр. Бұл жерде 12 литерал деп саналады. Егер жалпылама айтсақ, бұл өрнек. Енді бұл жерде мен мән деп айта берейін, value. Осы өрнектің немесе литералдың бейнесіне қарап, Python программалау тілі объект құратын болады. Яғни ол объектінің типі integer. Және осы құрылған объектінің адресін A деген сілтемеге сақтайтын болады. Енді біз программа кодында A деген сілтемені пайдаланатын болсақ, онда осы адресте сақтаулы тұрған объектіні қолданатын болады. Яғни сілтеме деп тұрған сөз сол объектіге сілтеп тұрады. Мысалы, b тең 12-де 5 дейтін болсақ, бұл жерде біз нақты типті объект құрып жатырмыз. Және сілтеменің аты b-ға тең. Бұл жерде теңдік белгісі байланыстыру деген мағынаны білдіреді. Тағы бір мысалды қарап көрейік. A тең A плюс 2. Яғни бүтін типті объектіге 2 деген басқа бір бүтін типті объектіні қосатын болсақ, нәтижесінде бүтін типті жаңа объект пайда болады. Егер біз нақты типті b объектісіне бүтін типті бір объектісін қосатын болсақ, нәтижесі нақты типті болады. Яғни float болады. Жалпы Python тілінде бір өрнекке әртүрлі типті операндтарды араластыруға болмайды. Бірақ туысқан типті объектілерді бір өрнекке жазуға болады. Яғни тырнақшаның ішіндегі туысқан деген мағына бұлар сандар тобына жатады. Float'ты, integer'ді барлығы сандарға жатады. Сол себепті бұларды бір өрнектің ішіне араластыруға болады. Мұндай жағдайда бізде integer тип float объектісімен араласатын болса, онда бізде float объектісі пайда болады. Python программалау тілінде boolean объектісінде ішкі механизмі бүтін сан түрінде жүзеге асқан. Бірақ оған екі мәнді беруге болады, true немесе false. Мысалы, s тең true, бұл жерде бізде boolean объектісі құрылады. Яғни true деген литералдың бейнесі арқылы бізде интерпретатор boolean объектісін құратын болады. Егер біз айнымалыны құрған кезде тырнақшаның ішіне немесе апострофтың көмегімен жазатын болсақ, онда бізде тіркестік немесе жолдық объект құрылады. Мен көп жағдайда тіркестік немесе жолдық объект деп жатамын, себебі кейбір әдебиеттерде тіркестік деген сөзді қолданады, кейбір әдебиеттерде жолдық объект деген қолданады. Негізі дұрысы тіркестік деген дұрысырақ шығар. Python программалау тілінде тіркестік объектіні құру үшін апострофты қолдану болады, тырнақшаны да қолдану болады, немесе 3 тырнақшаға да алуға болады. Барлығы бір объектінің түрін құрады. Ол str объектісі. Ол str объектісін біз кейінгі сабақтарда қарастыратын боламыз. Келесі мысал бізде list объектісін құрайық. List бұл жерде тізім. Яғни басқа тілдерде массив деп келеді. Мысал, L1 тең тік жақшаның ішіне 1, 2, 3, 4 деп жаздық. Яғни Python интерпретаторы тік жақшаны көрген кезде ол list объектісін құруға команда береді. Егер де домалақ жақшаны көретін болса, немесе үтір арқылы бөлінген бірнеше объектілерді көретін болса, онда Python интерпретаторы tuple объектісін құратын болады. Егер жүйелік жақшаны көрсе, немесе онда Python интерпретаторы не dictionary құрады, яғни dictionary объект, сөздік объектісін құрады, не жиын объектісін құрады. Яғни ішіндегі контекстке байланысты. Енді егер ішіндегі мәні кілт және мән деп бөлінетін болса, онда сөздік объектісін құрады. Ал егер ондай бөлініс жоқ, тек тізімнен тұратын болса, яғни жүйелік жақшаның ішінде тек тізім жазылған болса, онда жиын объектісін құрады. Көп жиі қолданылатын объектілерді Python тілінде осындай литералдың бейнесі арқылы құруға мүмкіндік қарастырылған. Бірақ кейбір объектілерді біз арнайы функцияның көмегімен құрамыз. Ол функцияның атын конструктор деп атайды. Мысалы, decimal объектісін құру үшін біз decimal модулын импорттау керекпіз, және сол модулың ішіндегі decimal конструкторын шақыруымыз керекпіз. Конструктор деген сөз ол арнайы функция. Мысалы, fractions объектісінде
fraction объектісінде құру үшін алдымен fractions модулын импорттап аламыз. Сол модулдың ішіндегі fraction классындағы конструкторды пайдаланамыз. Яғни бұндай объектілерді құрудың литералдық бейнесі жоқ. Бұны біз функциялардың көмегімен құрамыз. Және бұндай функциялар, яғни конструкторлар интеджерге де, floatта да, str объектілерде де бар. Мысалы, float деген конструкторды пайдаланып көрейік. Егер float деген конструктор ішіне біз decimal объектісін, fraction объектісін беретін болсақ, онда ол сол берілген объектіні түрлендіріп барып, өзінің float объектісін құратын болады. Комплекс объектісінің өзінің литералдық бейнесі бар. Яғни ол жерде G деген символ қолданылады. Алдында бір айтып кеткен ойымызды жалғастырайық. Мысалы, біз жаңа decimal объектісін құрған кезде, fractions объектілерін құрған кезде біз конструкторларды пайдаландық. Негізінде бұндай конструкторлар барлық объектілерде бар. Мысалы, integer объектісінде int деген конструктор бар. Float объектісінде өзінің float деген конструктор бар. Бірақ бұлар жиі қолданылатын объект болғандықтан, бізде сондай литерал арқылы құру мүмкіндік қарастырылған. Мысалы, list объектісінде біз литералдың бейнесі арқылы да құра аламыз, немесе list конструкторының көмегімен де құруға болады. Тіпті біз литералдың бейнесі арқылы да объектіні құратын жағдайда да ішкі механизмде осы конструкторлар шақырылады. Яғни бізде жасырын түрде солар жұмыс істеп тұр. Сондықтан Python тілінде кез келген объектіні литералдың бейнесі арқылы ғана емес, функция конструктор арқылы да құруға болады. Және ішкі механизмде осы функция конструкторының көмегімен ғана құрып жатыр. Егер естеріңізде болса, біз алдыңғы бір сабақтарда Python және C++ тілдеріндегі айнымалыларды құру ерекшелігін қарастырған кезде, Python тілінде компьютер жадысымен қалай жұмыс жасайтындығы туралы қарастырғанбыз. Ол жерде біз компьютер жадысын stack және heap деп бөліп қарастырдық. Және Python программалау тілінде объект heap бөлігінде орналасады, ал стекте осы бөлінген, яғни heapте орналасқан объектінің адресін сақтайтын идентификатор орналасады деп қарастырған болатынбыз. Енді осы мәселені кеңірек қарастырып көрейік. Яғни бұл жерде біз stack деп отдельно қарастырмаймыз, біздің фокусымыз heapта болады. Яғни үймеде болады. Қараңыздар, бізде компьютер жадысынан, яғни heap деген бөлігінен объектіні орналастыратын боламыз. Яғни ол объекттің өзінің адресі болады, әрбір адрес 1 байтқа бөлінеді. Мысалы, myvar1 деген айнымалы немесе сілтемені құрайық. Оның мәні 15-ке тең. Демек, бізде 15 деген объект құрылады. Және бұл объектінің литералдық бейнесіне қарап, оның integer екенін анықтайды. Және ол объектіні компьютер жадысына орналастырады. Мысалы, сәлем деген, егер тырнақшаның ішіне жазатын болсақ, және оны myvar2 идентификаторымен байланыстыратын болсақ, бізде компьютер жадысынан str объектісіне орын бөлінеді, және оның адресін myvar2 айнымалысы сақтайтын болады. Бұл жерде қараңыздар, myvar1-де, myvar2-де бұлар сілтеме болып саналады. Яғни өзінің ішінде адресті сақтайтын болады. Ал объектінің өзі компьютер жадысының heap деп аталатын бөлігінде орналасады. Осы идеяны, осы концепцияны есте сақтаңыздар. Себебі Python тілі осылай жұмыс жасайды. Қараңыздар, бізде Python тілінде ID деген функция бар. Сол функцияның көмегімен біз объектінің қай адресте сақталып тұрғанын анықтауға болады. Мысалы, myvar1-15 деп объектіні құрайық. Бұл жерде ID жақшаның ішіне аргумент ретінде myvar1-ді беретін болсақ, бізге myvar идентификаторы сілтеп тұрған объектінің адресін бізге қайтаратын болады. Егер біз оның 16-лық санау жүйесін жазатын болсақ, көбінесе компьютер жадысының 16-лық санау жүйесін жазамыз, онда hex деген функцияның көмегімен түрлендіруге болады. Келесі бір айнымалыны құрып көрейік, myvar2. Және оның мәні сәлем деген литералға тең, яғни тіркестік литералға тең. Бұл жерде бізде str объектісі құрылады, және оның адресі ID функциясының көмегімен экранға шығаруға болады.
Python программалау тілінде объектілер өзгеретін және өзгерілмейтін деп бөлінеді. Бұның мағынасын келесі сабақта қарастыратын боламыз. Әзірге мынандай бір ерекшелігі бар екенін айтып өтейін. Яғни Pythonда объект құрылған кезде, яғни өзгерілмейтін объектін қарастырып жатырмыз. Мысалы, санды алайық, x-тен 7. Бұл жерде бізде p-object деген объект құрылады. Бұл объекттің типі болады, мәні болады, және сілтемелер саны болады, және адресі болады. Бұл жерде x осы адресті сақтайтын сілтеме. Енді қараңыздар, x-тен 8 деп оған басқа мән беретін болсақ, бізде жаңадан p-object объектісі құрылады. Және оның да типі, мәні, сілтемелер саны болады, және оның да адресі болады. Енді x деген сілтемеге жаңа адресті байланыстыратын боламыз. Жаңа адресті сақтайтын боламыз. Сонда бұл жерде қандай ерекшелік болып тұр? Яғни әрбір мәнді сілтемеге берген кезде, яғни әрбір айнымалыны құрған кезде, былайша айтқан кезде, бізде жаңадан p-object объектісі құрылып отырады. Яғни бұл жерде өзгерілмейтін объектілердің қасиеті. Яғни өзгерілмейтін объект деген сөз, ол объект бір рет құрылды ма, оның ішіндегі мәні ешқашан өзгермейді. Мысалы, егер y-тен x деп біз жаңадан бір айнымалы құратын болсақ, бұл жерде тек сол құрылған объектінің адресін басқа айнымалға немесе сілтемеге сақтай салады. Мысалы, тағы да бір x-тен 9 деп тағы бір объект құратын болсақ, оған тағы да 9 сақтайтын объект құрылады. Яғни бізде мәні ешқашан өзгермейді. Яғни p-object бір рет құрылды ма, ол ешқашан өзгермейді. Егер біз оның мәнін өзгерткіміз келсе, онда біз жаңадан p-object объектісін құрамыз, және ол құрылған объектінің адресін, яғни жаңадан құрылған объектінің адресін біз сол, мысалы, x айнымалысына қайтадан сақтаймыз. Сонда айнымалының адресі өзгеріп отырады. Яғни Python тілінде осындай ерекшелік бар. Python программалау тілінде әрбір құрылған объектіні Python Memory Manager деген программа немесе Garbage Collector деген интерпретаторының компоненттері басқарып тұрады. Яғни әрбір объектіні қай кезде жойылу керек екенін осы компоненттері жауап беретін болады. Python тілінде бұл жерде объект құрылған кезде сол объекттің ішінде бір өріс бар. Яғни ол өріс осы объектіні қолданып тұрған қанша сілтеме бар екен санап тұрады. Егер ол сілтемелердің саны 0-ге тең болатын болса, онда Garbage Collector және Python Memory Manager бұл объектіні компьютер жадысынан алып тастайды. Яғни компьютер жадысын босатады. Мысалы, практика жүзінде ол объектінің қанша сілтемесі бар екенін санап көрейік. Экранға шығарып көрейік. Ол үшін sys деген модуль бар, сол sys деген модульді импорттайық. Осы модулдың ішінде getRefCount деген функция бар. Сол функцияның көмегімен myvar бір айнымалысына қанша сілтеме санап тұрған санап көрейік. Тура сол бір іс-әрекетімізді myvar2 объектісіне жасап көрейік. Ол жерде 2 деп көрсетіп тұр. Енді бір ескертетін нәрсе бар. Бұл жерде getRefCount функциясы сол объектімен байланысқа түседі. Яғни ол жердегі сілтемелердің саны қанша екенін білу үшін алдымен сол объектімен байланысқа түседі. Демек, getRefCount функциясының өзі байланысқа түскен кезде, ол да сілтеменің санын арттырады. Сондықтан бізде нақты жауап шыға бермейді. Мысалы, myvar2 сілтемесінде 2 сілтеме бар деп тұр. Біздің ойымызша тек 1 сілтеме болу керек. Осындай жағдайда бізде C тілінде құрылған арнайы бір модуль бар, C-types деп аталады. Жалпы Python интерпретаторының өзі C тілінде жазылған. Осы C-types'дің көмегімен қаншама сілтеменің саны қанша екенін көруге болады. Яғни объектіге сілтеп тұрған сілтемелердің саны қанша екенін көруге болады. Бұл үшін C-types деген модульді импорттаймыз. Және соның ішіндегі from address деген функциясы бар. Осы арқылы біз нақты қанша сілтеменің объектіні пайдаланып тұрғандығын көруге болады. Бұл жерде тағы бір заңды сұрақ туады. Неге myvar1 сілтемесінде бізде өте көп сілтеме саны шықты? Мысалы 374. Себебі Python интерпретаторы сандарды қолданған кезде оптимизация жасауға тырысады. Яғни -5 пен 256-ның арасындағы сандарды Python интерпретаторы алдын ала құрып қояды. Және кез келген программа кодында осы аралықтағы сандарды пайдаланатын болсақ, онда жаңадан объект құрып жүрмейді. Осы алдын ала құрылып қойған объектінің адресін бере салады. Сол себепті бұлардың сілтемелер саны көп болып тұр. Ал -5-тен және 256-тан тыс жатқан бүтін санды құратын болсақ, ол жерде әрине
сілтемелер саны аз болады. Яғни қараңыздар, бізде x-тен 10 деген айнымалыны құрайық. Яғни бұл жерде 10 деген литералдың көмегімен бізде p-object объектісі құрылады, типі integer, мәні 10-ға тең, сілтемелер саны 1-ге тең. Және бұл құрылған объектінің адресін біз x-ке сақтаймыз. Яғни x сол үшін бізде сілтеме деп атаймыз. Енді мынандай бір өрнек жазайық. x-тен x плюс 1 деп. Python'да сандар өзгермейтін типке жатқандықтан, бұл жерде x плюс 1-ге жаңадан объект құрылады. Және бұл объекттің типі де integer болады. Мәні 11 болады. Және сілтемелер саны 1 болып тұр. Және бұл құрылған объекттің адресін біз енді x-ке сақтаймыз. Сонда x-те не өзгерді? X-те просто адрес өзгерді. Ал алдыңғы объектілердегі сілтемелер саны 0 болады да, кейін бұны garbage collector, яғни қоқыс тазалаушы, оны жойып тастайды. Яғни компьютер жадысын босатады. Python программалау тілінде өзгермейтін типтер осылай жұмыс жасайды. Практика жүзінде мысал қарастырып көрейік. Мысал x-тен 10-ға тең. Бізде бүтін типті объект құрылды. Және ол құрылған объекттің адресін x-ке сақтадық. Яғни типін тексеру үшін біз type функциясын қолданып көрейік. Integer деп көрсетіп тұр. Енді x сілтемесінің ішіндегі адресті шығарайық. 20-16 деген санмен аяқталады. Енді x-тен x плюс 1 деген өрнекті жазып көрейік. Және x-тің мәні өзгерді 11-ге тең. Типі integer. Бірақ егер адресін тексеріп көретін болсақ, уже 20-48. Яғни 20-16 емес, 20-48 бен аяқталып тұр. Демек, бұл жаңадан объект құрғандығын көрсетеді. Және ол жаңадан құрған объектіні x-ке сақтап қойғандығын білдіреді. Жалпы бүгін Python программалау тілінде айнымалыларды қалай құратынымызды көрсеттім. Аздап айнымалылардың типтеріне шолу жасадым. Кейінгі сабақтарда бұл әрбір типпен жеке-жеке қарастыратын боламыз. Келесі сабақта Python объектілерінің өзгеретін және өзгермейтін түрлеріне бөлінуін тереңірек қарастыратын боламын. Егер сабағымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз аса маңызды. Бұл авторға үлкен жігер береді. Тағы да қосымша осындай бейнелерді, сабақтарды салуыма күш, көмек болады. Жақсы, сонымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.